Сәлем достар, мен сіздермен бүгін сметанник пісіретін боламын. Және де осы сметанникке бізге керекті ингредиенттер ол сары май, бір жұмыртқа және разрыхлитель. Барлығын мен сіздерге астында описанияда көрсететін боламын. Разрыхлительдің қандай болғандығы ол өздеріңізге байланысты. Біз осылай қазір қамырымызға сары майымызды салып, крошка жасайтын боламыз. Сары май қосуға бізде себеп ол сары майымызбен өте дәмді песочный тесто шығады. Егер сізде сары май болмай тұрған болса, онда сіздер маргаринмен алмастырсаңыздар болады. Ең алдымен осылай қасықпен, содан соң қолымызбен жақсылап крошка жасап аламыз. Сіздер бірдестен қолмен жасай берсеңіздер болады. Міне осындай өте керемет крошка дайын болды бізде. Осы крошкамызды қазір песочный тестоға жақсылап илейтін боламыз. Осы дайын болған крошкаға біз енді разрыхлителімізді, қазақшасы қопсытқыш, осы қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тестамызға біз жұмыртқаны жеке қосатын боламыз. Бір ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстінен қантын қосып, араластырып аламыз. Бізге бұл жерде жұмыртқамыздың көпіргені міндетті емес, жай ғана қанттың ерігені болса болды. Міне осындай жұмыртқамыз дайын болды. Осы жұмыртқамызды алып, қазір өзіміздің крошка болған қамырымызға алып араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осылай қасықтың көмегімен араластырып, одан соң қолмен өте жұмсақ песочный тесто илеп аламыз. Міне осындай бізде жұмсақ песочный тесто шықты. Енді осы тестамызды біз холодильникке 5-10 минутқа жібереміз. Ал салмасына бізде ең алдымен дүкеннің 20% қаймағын саламыз. Қаймақ бізде 20% болғаны өте дұрыс, өйткені майлылығы жақсы болып шығады. Осы қаймағымызға қантымызды салып араластырамыз. Қантымыздан кейін бір жұмыртқамызды қосып, егер сіздердің жұмыртқаларыңыз өте кішкентай болып жатса, 2 қоссаңыздар болады, ал егер үлкен болса, осындай бір жұмыртқа жетеді. Енді крахмалымызды қосып араластырып аламыз. Мен описанияда барлығының өлшемдерін жаза кеттім. Иісі өте керемет болу үшін біз ванилин қосамыз. Ванилинмен өте керемет иісі әдемі болады. Пісіп жатқан кезде мұрындарыңызды жаратындай өте керемет иіс болады. Міне осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай дайын бізде салмамыз шықты. Осы салмамызды біз қазір қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Міне біз жаңағы холодильниктегі 5-10 минут тұрған қамырымызды алып келдік. Менде ыдысым өте кішкентай болды. Сондықтан да сіздер өздеріңізге үлкен диаметрлі ыдысты салсаңыздар болады. Мендегі ыдыс 24 сантиметр диаметрі, ал сіздер өздеріңіз 26 немесе 28 сантиметрлік ыдысқа құйып алсаңыздар болады. Міне осылай жақсылап барлығын араластырамыз да айналдырып, столдың үстіне кішкене соғатын боламыз. Бұның барлығы бізде, чтобы ешқандай шарик болмас үшін жасалынады. Міне біздің піскен пирогымыз осы болды. Сметанник өте дәмді әрі жұмсақ болды. Сонымен қатар песочный.
Осылай жан жағын бірінші пышақпен ақырындап ажыратып аламыз. Одан соң ыдысымызды ашып шығарамыз. Міне осындай песочный екендігі видеодан да өте керемет болып шыққандығы көрініп тұр. Қазір мен сіздерге кесіп көрсететін боламын. Міне бізде осындай сметанник дайын болды. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін маған подписаться етіп, лайк баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.